Адам көзін сақтаса, алхамдулилля, иманын сақтай алады. Көзді қарашан үшін қалағандай қой беріп жүрбеш керек. Құлақты қалағандай бошатып жүрбеш керек. Тілді нені сөйлесең сөйлей бер деп еркін қой бербеш керек. Кішіне озырық тарч керек. Кішіне жүгөнін тарч керек. Тілді, көзді, құлақтың несін тарч керек? Жүгөнін тарч керек. Бұны қой беріп тұрған болсаң, чатақ бол. Түп-түз дозақ азуаттар бар ғой. Оғызын тартсаң, олай ұрған бойдан қашып кетеді. Ошындай эле қалады. Андан жаман. Алла субхана ва тағала барзы тауфиқ берсін. Қысқасы ақылды адам жаратқанын көзөмөлдөп турат, бардық сыртқы, ички бардық іштерде деген сезімді ойға түссін дейді. Жана құлшылдықтың қорлық киімін Алланың ұлылығы үшін кийсін дейді. Аллаху акбар. Момын адам үшін айтады. Алла Тағаланың кішіпейілдерді жақсы көреді, текеберлерді жек көреді. Ошон үчүн Алла Тағаланың азаматы ұлылығы үшін құлшылдықтың қорлығында адам баласы дайыма өзін байқап жүрбөсө, шайтан напс бұны дос қылып алып, алдыға салып айдап алады да. Ерішті болбайды, айдап алады.